Армысыздар, ұлт өміріндегі өзекті мәселелер мен толғақты түйіндерді тіліне тиек ететін көкейтесті каналының оқырмандары. Бүгін әлеуметтік желіні қарап отырып, депутат Мақсат Толықбайдың мына бір үндеуін көріп қалдым. Қалдарыңыз қалай? Енді айтудың өзі ұят. Кеште болса жеке куәлігіміз міне қазақшалап өткенде айтқандай Баев, ВИЧ дейтін құлдық жалғаудан бас тартып жатырмыз. Міне қараңыздар. Алды арты бәріне қазақшаланып қалды. Соншалықты ештеңе қиын емес. Бұл видеоны арнайы жариялап отырмын. Өйткені өткендегі бір стористен кейін көп комментарий жазылыпты. Дипломды қайтеміз, басқа құжаттарды ауыстыру керек пе деген секілді. Балалардың енді метрикесін ауыстыру керек болады. Ол да бір күн ғана уақытыңыз кетеді, барып өтініш білдіресіз. Одан кейін мына права дейміз ғой, жүргізуші куәлігін ауыстыру керек. Ол қиын емес. Жаңа ғана Каспиға кірдім. Камераны өзің түсіріп, фотоңды жариялайсың, өтініш білдіресің. 10 минуттан кейін келіп алып кетіңіз. Жаңа жүргізуші куәлігіңіз дайын деген маған қазірдің өзінде хат келіп тұр. Сонда қорқатын ештеңе жоқ. Әсіресе мына балалардың аты жөнін тегінде ВИЧ деген жалғау болса алып тастаңыздар. Әсіресе мына магистратура ертең олар докторантура оқиды. Шетелдік журналдарға мақала жариялайтын кездерде қазірдің өзінде қысым көріп жатыр біраз қазақтың балалары. ВИЧ, деген жалғауға қарайды да, сіз көрші елдің азаматы емессіздер ме, ол санкцияның астында деген секілді іштей қысым бар көрсетіліп жатқан. Сондықтан балаларға да кесірлеріңіз тиіп кетпесін. Ауыстырып тастаңыздар. Шынымен де еліміз тәуелсіздік алғанына 40 жылға таяу уақыт болса да, еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев тәуелсіздік алғаннан кейін, бір қанша жылдан кейін қазақ кісі есімдерін өз ұлтымыздың табиғатына, мәдениетіне бейімдеп жазу керек деген жарлыққа қол қойса да, күні бүгінге дейін көп адам еп-еттен құтылмай келеді. Оның үстіне біздің Қазақстанда кісі есімдерін жазудың бірізділігі де жоқ сияқты, яғни заң жүзінде толық реттелмегендіктен кейбір есімдерге қарап, қайсысы әкесінің аты, қайсысы өз аты, қайсысы фамилиясы екенін аңғаруда қиын. Жалпы соңғы кездері өзінің есім сойын қайтадан өзгертіп жазып, атының соңына ұлы қызы деп тіркеп жатқан азаматтардың саны көбейіп келеді. Құжат ауыстыруда тым қиын емес. Егер ауыстыруға ниет білдірсеңіз, аз уақыттың ішінде ауыстырып алуға, өзгертіп алуға мүмкіндік бар. Бір қызығы, осы мәселенің айтылғанына тұп-тура 101 жыл болды. Бірақ біздің қазақ күні бүгінге дейін соны ескермей келеді. Неге дейсіз ғой? 1924 жылы Орынборда қазақ білімпаздарының тұңғыш съезі ашылды. 7 күн уақытпен өтіп, қазақ тіліне, қазақ әдебиетіне, қазақ мәдениетіне қатысты көптеген өзекті мәселелерді талқылаған осы жиналыстың соңғы күнінде Әлихан Бөкейханұлы мінбеге көтеріліп сөз сөйлейді. Сонда Әлихан Бөкейханұлы біз қазақтың кісі есімдерін жазуда бұрынғы ата-бабаларымыз сияқты ұлы қызы деген тәсілді қолданайық. Бүгіннен бастап еп деген сияқты кірме жалғауды алып тастайық. Мен бүгіннен бастап Әлихан Бөкейханов емес, Әлихан Бөкейханұлы болайын деген ұсыныс айтады. Әлиханның бұл ұсынысын Ахмет Байтұрсын, Нәзір Төреғұл бастаған қазақтың ұлы арда қайраткерлері де қолдайды. Осылайша қазақ білімпаздарының тұңғыш съезінде бұдан былай кісі есімдерін жазуда ұлы қызы деп жазайық деген қаулы қабылданады. Сол күннен бастап Ахмет Байтұрсынұлы, Нәзір Төреғұлұлы, Әлихан Бөкейханұлы деп жазылған болатын. Олар өле-өлгенше осылай жазып кетті. Бірақ кейінгілер білгірсінді ме, жоқ әлде еп көзіне әдемі көрінді ме, күні бүгінге дейін Ахмет Байтұрсынов, Әлихан Бөкейханов деп соғып жүр. Бұл Ахметтердің, Әлихандардың көзінің тірі кезінде өздері аманаттап кеткен, айтып кеткен өсиетіне ашық қиянат емес пе? Сол арыстарымыз кейінгілерге үлгі болсын деп, өзінің аты жөнін жазуда ұлы қызы деп қолданайық деп қалдырып кеткен өсиетін белден басып, не үшін Ахмет Байтұрсынов, Әлихан Бөкейханов деп соғып жүрміз? Әрине, олар бастапқыда Ахмет Байтұрсынов, Әлихан Бөкейханов деп жазды. Бірақ 1924 жылы қазақ білімпаздарының бірінші съезінен кейін олар еш жерде епті қосқан жоқ.
Ендеше біз де аты жөнімізді ұлы, қызы деп жазуымыз керек, алаш арыстарының өсиеті бойынша, және қазақ кісі есімдерін жазудың үлгісі бойынша. Осы арада мен тағы бір мәселені айтқым келеді. Қазақстандықтардың туу туралы куәлігінен тартып, барлық құжаттары орыс тілінің жазу заңдылықтарына бағындырылған. Мәселен, туу туралы куәлікті алып айтсақ, осы арада туралы деген сөздің өзі артық. Яғни туу куәлігі десе жетіп жатыр. Бірақ куәліктің сыртында туралы деген сөз қосылған. Осы туу куәлігіндегі кісі есімдерінің жазылуы қазақ тілінің жазу заңдылығына сәйкес келмейді. Яғни қазақ тілінің заңдылығы бойынша алдымен өз аты, онан соң әкесінің аты жазылып, оның соңына ұлы немесе қызы деген сөз қосылатын. Мәселен, 1909 жылы Санкт-Петербургте жарық көрген Абайдың алғашқы жинағында қазақ ақыны Ибраһим Құнанбайұлы деп жазылған. Кейін орыс тілінің әсерімен есім сойымызға Оа, Еуа қосылды да Мұхтар Омарханұлы Әуезов деген сияқты тәсілмен жаза бастасақ, қазір фамилиясын алдына шығарып Әуезов Мұхтар Омарханұлы деп жазатын дағды қалыптасты. Міне осының әсерінен барлық куәлікте фамилиясы алдымен жазылатын болды да, атасының атын атамайтын қазақтың келіндері тегін, яғни фамилиясын баласының атындай айтатын болды. Өйткені туу куәлігінде азаматша деп бір жол қалдырылғанда, екінші жолына орысша жазылып, тағы бір жол тасталған. Ахат бөліміндегілер азамат деген жерге фамилия жазылады дейді де, баланың ұлы әкесінің атын жазады. Мәселен, менің бір баламның аты Хақназар. Туу куәлігінде Үсенхан Хақназар Қалиәкбарұлы деп жазылған. Осыған қарап, баланың атының кім екенін бірден білуге бола ма? Әрине болмайды. Тіпті бұл өрескел қателік те тудырады екен. Қазір бір жерге барса, оны Хақназар деп шақырмайды, Үсенхан деп шақырып жатады. Бірде сол баламыз ауырып қалып емханаға барсақ, дәрігер тексеріп жатып айтады: мамасы Үсенханды еміздіңіз ба дейді. Мен шалқамнан түсе жаздадым. Міне біздің құжатымызды орысша жазғандығының пайдасы. Егер қазақи заңдылық бойынша бірінші жолға Хақназар деп жазсақ, екінші жолға әкесінің аты деген жерге Қалиәкбарұлы деп жазсақ, тегі немесе сойы, фамилиясы деген жерге Үсенхан деп жазсақ, жоғарыдағыдай ұғым шатастығы туылмас еді ғой. Бірақ орыс тілінің заңдылығына бағынып, қазақ тілінің жазу заңдылығын ескермегендіктен, құжаттарымызда көбінде фамилия алдымен аталады да, Үсенхан, Хақназар, Ағылан, Қалиәкбар деп теріс түседі. Сосында көбел мені бірде Қалиәкбар десе, бірде Ағылан деп шақырып жатады. Туу куәлігінен кеткен осы бір қателік барлық құжаттарымызда атымыздың теріс жазылуына себеп болып тұр. Мен бұл жөнінде тіпті парламенттегі депутаттарға да хат жазып, осы құжатты қазақиландырсақ болмай ма? Біз Еуропаға бағынбай-ақ қояйық. Аты жөнімізді бірінші рет өзіміздің атымызды, одан кейін әкеміздің атын, одан кейін тегімізді жазсақ, Еуропадан біз ештемеміз бөлек болып қалмайды. Бәрібір өз еліміздің заңдылығы бойынша жазайық деген ұсынысты да айтып көрдім. Бірақ оған назар аударған халық қалаулылары жоқ. Демек, төлқұжаттағы басты кінәрат орыс тілінің қазақ тілімен қатар жазылған емес, керісінше сол құжаттың жалпы табиғатында болып тұр. Былайша айтқанда, біздің куәліктеріміз орысшадан тіке аударып ала салынған. Қазақша жазудан басқа қазақы иісі жоқ. Демек, барлық құжаттың жобасын қазақ ұлтының тілдік заңдылығына икемдеу керек. Өйткені бетіне ою сызып қазақша жазғанымен түбін тырнасаң, төлқұжатымыз басқаша. Екіншіден, құжаттардағы ала құлалықтарды да бірізге келтіріп, ұлы, қызы, тегі, сойы деп жазатын кез келді. Сондай-ақ кісі есімдерін жазуда дұрыс жазу үшін қандай әріптерді қолдану керек, қандай әріптерді қолдану, қандай белгілерді қолдану ұлттық табиғатымызға, ұлттық мәдениетімізге сәйкес келмейтінін де заңмен дұрыстап жазу керек сияқты. Мәселен, кейде біздің газетімізге кейбір авторларымыз мақала жібереді. Сол авторлардың
атына, есім сойына қарасаңыз, қазақша сияқтанғанымен орысша әріптермен жазады. Оның орнына уды жазады. Егер оны қазақ тілінің заңдылығына негізделіп, мәселен, Төлеген деген атты дәл қазақ тілінің жазу заңдылығы бойынша жазып өзгертіп жіберсеңіз, ертең авторы ренжіп телефон шалып тұрады. Сен неге менің атымды өзгертіп тастағансың, ол құжатта осылай жазылған деп. Міне көрдіңіз ба, біздің аты жөн жазудағы заңдарымыздың да бірізділігі жоқтығынан әркім өзінің қалаған харпімен жазып жүр. Сондықтан кімнің қандай әріпті қолданатынын редакцияда отырған адамдар біле бермейді ғой. Осыдан ұғым шатастығы туылады. Егер біз қандай кезде қандай әріпті, қандай есімді қалай жазатынын да заңмен бекітіп, қазақ тілінің жазу заңдылығына бейімдеп тастасақ, жоғарыдағыдай ұғым қателігі де туылмайды, мазмұндық қателік те туылмайды, түсінбестік те туылмайды. Кісі есімдеріне байланысты айта кететін тағы бір мәселе, соңғы кезде біздің ат қою мәдениетімізде мүлдем өзгеріп барады. Бір ұлттың қайсы ұлт екенін анықтайтын тағы бір белгі ат екені жасырын емес. Атына қарап, қайсы ұлт екенін де үлкен жақтан тұспалдап түсінуге болады. Бірақ қазір біздің кісі есімдерімізде арабтың, парсының немесе басқа шетелдіктердің де есімі қаптап кетті. Есіміне қарап, нақ қайсы ұлт екенін де айыру қиын. Мұхаммед, Садам, Айша деген сияқты есімдерден сүрініп жығыласыз. Оның сыртында ат қою дегенде үлкен өнер. Ол да ата-ананың үлкен жауапкершілігін талап ететін жұмыс. Жаңа туылған балаға ойыңызға келген атты қоя салу дұрыс емес. Тіпті біздің ұғымымызда, ұлттық ұғымда баланың табиғаты, баланың болмысы сол атқа бейімделеді деген ұғымда бар. Ал біз қазір қайсы есім құлағымызға дұрыстау естілсе, өзіміз қайсы есімді қаласақ, соны қоя салып жатырмыз. Ұлттың мәдениеті, ұлттың табиғаты, ұлттық мінез құлық деген мәселе ескеріліп жатқан жоқ. Бұрынғы қазақтың есімінен қарап отырсаңыз, кім екені, қазақ екені аңғарылып тұратын. Ал қазір 10 бала тұрса, соның 5-6-ының есіміне қарап, қазақ па, қазақ емес пе деп күмәнданатын деңгейге жетті. Өйткені арабтың немесе басқа да ұлттардың аты бізге дендеп кіріп барады. Бұл да ойланатын мәселе ғой деп ойлаймын. Ықыластарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.